Спорттық робототехникалардың ең беделді жарыстарының бірінен, яғни First Liga League'тен біз облыстық, одан кейін республикалық, азиялық чемпионаттардан іріктелініп, біз Америкаға жолдама алдық. Сәлем, сіздермен мен Курмангалиев Алислам, және де мен Орал қаласындағы оқушылар сарайындағы спорттық робототехника үйірмесінің оқушысымын. Және де спорттық робототехника деген негізін бере кетсем, яғни спорттық робототехника дегеніміз ол робототехникаға қатысты, яғни STEM инженерияға қатысты неше түрлі жарыстар баланың моторикасын, қолшапшаңдығын, ойлау қабілетін, фантазиясын дамытатын. Яғни бұл жарыстардың арқасында оқушылар өздеріне көптеген жиындар жинай алады. Яғни университетке немесе беделді бір мектептерге тапсырғанда. Осы жарыстардың арқасында балалардың мотивациясы өседі, және де біздің Қазақстанымызда робототехника бойынша беделін көтереді. Және де өзімнің осы спорттық робототехника саласындағы жетістіктерімді айта кетсем, олардың бірлері облыстық, қалалық, республикалық жарыстардың абсолютті чемпиондарымыз, азиялық деңгейдегі жарыстардан біз қазіргі таңда топ бірлікте тұрмыз. Және де біз Америкаға, Қытайға және де Араб әмірлігіне жарыстарға шақырылған болатынбыз. Ең беделді жобалардың бірі ол Iconic, яғни ол арнайы көзілдірік көрмейтін немесе естімейтін адамдарға арналған. Яғни оның ішінде арнайы чиппен камера бар. Ол камера адамның жест көрсетуі арқылы оны оқып, адамның немесе құлағына дыбыс ретінде жібереді, немесе көзілдіріктің алдындағы арнайы сенсорларға монитор секілді адам көре алады. Яғни ол біз неге осы сұрақты, осы проблеманы көтердік? Себебі Орал қаласында біз жиі кездестіреміз ондай адамдарды, ондай оқушыларды, және де біз білеміз ондай оқушыларда көптеген қабілеттері бар екенін. Сондықтан да біз оларға осындай көмек ретінде және де өзіміздің жоба ретінде осыны қолға алған болатынбыз. Және де қазіргі таңда біз осы жобаның арқасында Қазақстан бойынша бірде тұрмыз, және де осы жобамызды неше түрлі IT компаниялар қолдаған болатын. Мен өзім қазіргі таңда спорттық робототехника бойынша ең жас маманмын, яғни мен жасым 15-те болғанымен қазіргі таңда жетекшімін. Өзімнің жеке командаларым бар, оқушыларым бар. Өзім жақында лагерь жетекшісі болған, және де өзімнің тренерімнің қол астында жұмыс жасаймын. Және де оқушылардың жетістіктерінің бірі, яғни менің екі оқушым Журмайс High School мектебінде толық грантта оқиды, және де алдағы уақытта менің екі оқушым беделді университеттерге тапсыратын болады. Және де оқушыларым команда болып жасақтағанда Араб әмірлігіне жарысқа шақырту алған болады. Яғни бұл мен үшін өзімнің портфолиома өте керемет болды, және де алдағы уақытта өзім де шетелде оқып, Қазақстанға өз пайдамды алып келгім келеді. Менің оқушыларым жетістігі ол яғни Америка құрама штаттарында өткен жарыстан чемпион атану арқылы Журмайс High School мектеп әкімшілігі, яғни менің екі оқушыма тегін 100% грант берген болатын. Қазіргі таңда олар сол мектепте білім алуда, яғни өздерінің білімдерін жетілдіруде, және де өздеріне болашағына өте керемет көмек болды деп санаймын. Бұл жерде қазіргі таңда көріп тұрғандарыңыздай, яғни жетістіктер музейі. Бұл жерде біз командамызбен бірге жинаған жетістіктеріміз. Яғни бұл жерде қалалық жарыстан бастап әлемдік Америка құрама штаттарында өткен жарысқа дейінгілері бар. Яғни біз жақында Массачусетс штатында өткен Бостон қаласында болған Америка құрама штаттарында жарысында болдық. Және де біздің командамыздың чемпион екенін қалай ажырата білуге болады? Әр чемпион командаға жыл сайын өзіне арнайы туын береді. Яғни бұл тулар арқылы біздің командамыз 3 дүркін әлем және де халықаралық деңгейдегі жарыстардың чемпиондары екенін білуге болады. Және де біз жарыстарға дайындалғанда біз бір өзімізді ойламай, өзіміздің кіші топтарымызды ойлаймыз. Бұл шетте де біздің кіші топтың, яғни жүлделері бар. Бұл жүлделердің барлығы біздің командамыздың жұмысы және де өзіміздің қабілетіміз арқылы өзіміздің және де тренерімізбен бірге жинаған жетістіктеріміз деп санаймын.
Өзім үшін ең мәртебесі жоғары жарыстардағы жетістігім бірі бұл Америка құрама штаттарында өткен әлемдік жарыс. Яғни бұл жарысқа неше түрлі елдерден командалар келді. Солармен біз күш сынасып, өзіміздің мықты екенімізді дәлелдеп, топ 10-ға кірдік. Топ 10 дегеніміз ол яғни бас жүлде. Келесі бұл яғни көріп тұрғандарыңыздай тулар. Осы тулар тек қана ең мықты және жеңімпаз командаға беріледі. Солардың бірі, яғни абсолютті чемпион болғанымыз, ол білім шыны. Білім шыны Астана әкімшілігінің өткізілуімен болды. Бұл жарыста ең қызығы Америка мен Араб әмірлігіне жарысқа өте көп квота ойнатылды. Осы жарыстың арқасында біздің командамыз өзі чемпион атанып, Араб әмірлігіне жолдама алды. Және де өзіме ең қатты ұнаған және де көңілімнен шыққан жарыстардың бірі бұл Алматы Техкап X. Яғни бұл Алматы Техкап X жарысында неше түрлі елдерден команда қатысқанымен бұл жарыста маған өте өзімнің жүрегімде қалатын сәттер болды. Өзімнің алдағы уақытта история ретінде, тарих ретінде айтатын заттарым көп. Және де бұл жарыстың мен үшін мәртебесі көп. Қазіргі таңда біз командамызбен бірге Қытай мемлекетінде болатын жарысқа дайындық үстіндеміз. Яғни бұл 4 санаттың ішіндегі бірі. Яғни First League League жарысы 4 санатқа бөлінеді. RoboGame, проект, RoboDesign және де Core Values. Бұл санаттарға әр өзінің проценті бар, яғни берілетін бағалау критериясымен. Осы жылғы First League League жарысының Submerged сезонымен таныстырғым келеді, яғни RoboGame санатымен. Қазіргі таңда сіз көріп тұрған картада 15 миссия орналасқан. Әр миссияға өзінің берілетін шекті балы бар. Яғни команда эстафета ретінде Формула 1 жарысында көретіндейміз, әр питқа келіп, оны ауыстырып механизмін келесі миссияға даярлау керекпіз. Бұл жарыста саған 2 минут 30 секунд шекті уақыт беріледі. Сол 2 минут 30 секундтың ішінде яғни бұл қызыл альянс, бұл шетте көк альянс. Екі альянста 2-2 драйверден тұрады, яғни 2-2 баладан. Ол балалар осы арнайы біздің жасаған механизмдарымыз, яғни біз оларды attachments немесе насадкалар дейміз. Бұны неге біз насадка деп атаймыз? Себебі көріп тұрғандарыңыздай біз жай ғана жеңіл база жасадық. Осы базаға бізге миссияларды жылдам орындау үшін, яғни шекті уақытқа кіру үшін біз оны тез киіп және тез шешу қажетпіз. Себебі бұл зонадан аспай біз келесі миссияға өзіміздің механизмді даярлау керекпіз. Мысалға, соның бірін көрсете кетсем, мысалға бізде роботымыз өзіміздің зонамызға келді. Оны оқушы алып, келесі насадканы, яғни қояды. Сол арқылы ол келесісін алып, келесісін даярлайды. Қазіргі таңда мен көп жастарға, яғни кіші іні бауырларыма айтқым келетіні робототехникамен айналысуды, яғни IT саласына көп көңіл бөлуді. Себебі қазіргі таңда біз сияқты көптеген достарымыз робототехниканы таңдау арқылы өздеріне жаңа отбасы, жаңа таныстықтар, жаңа достар және де көптеген өзіне опыт немесе портфолио жинайды. Осы робототехниканың арқасында сен өзіңе берерің көп және де аларың көп. Яғни айтқым келгені, сен робототехниканың арқасында өзіңді көрсете аласың, өзіңнің алдағы салаларда дамитыныңды білдіре аласың. Және де менің ойымша Қазақстан қазіргі таңда робототехникамен алдағы уақытта беделі жоғары болады деген ойдамын.